Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Сіздермен бірге Қаржы министрлігі баспасөз қызметінің қаржы подкаст жобасы. Жобаның бүгінгі спикері Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті төрағасы Тоқбаев Рахат Келдібайұлы. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Тоқбаев Рахат Келдібайұлы Алматы Халық шаруашылығы институтын, Тұран университетін тәмамдаған. Жалпы қызмет өтілі 40 жыл. Мемлекеттік қызметтегі өтілі 27 жыл. Оның ішінде қаржы саласында 25 жыл. Құрмет, парасат ордендерінің және ерен еңбегі үшін медалінің иегері. Үздік мемлекеттік қызметші, қаржы саласының үздігі атанған. Қазынашылық комитетінің негізгі атқаратын функцияларын атап өтсеңіз. Қазынашылық комитет, қазынашылық бәрі жүйесі банк сияқты істейді. Бірақ та біз мемлекеттік мекемелерге, жаңағы квази-мемлекеттік мекемелерге қызмет жасаймыз. Бюджеттің ақшасымен бәрі салықтар осыға келетін, неге бюджетке соның бәрін бюджетке кіргізіп, содан кейін шығыстарды атқарамыз бәрі кассалық ретінде. Сондай біз жұмысымыз. Соңғы уақыттарда қызмет саласында автоматтандыру жағдайына көшу немесе электрондық жүйе бойынша қандай жаңалықтар орын алды? Біз 2012 жылдан бастап электрондық жүйесіне көштік. Казначейство клиент деген бізде система бар. Соған бәрін көштік. Бізде 15 мың мекемелер біз қызмет жасаймыз оларға. Олар бәрі 100% бізге құжаттарын электрондық ретінде бізге береді. Қазірде оны жаңғыртып жатырмыз. Комитетпен екінші деңгейлі банктер арасындағы қаржы операциялары қалай жүзеге асырылады? Біз бәрі салықтар, осы республика бойынша бәрі салықтар коммерческий банктардан қазынашылық счетына түседі, біздің счетте. Содан кейін бәрі шығыстар, бюджеттің шығыстары бәрі осы біз қазынашылық счеттан төлейміз. Мысалы бірінші осы сіздің жалақыңыз сіздің счетыңызға, сіздің банкта, халық банк болсын, басқа банктар болса, соны аударамыз. Содан кейін мемлекеттік мекемелерге қызмет жасаған, товар берген солардың поставщиктарының счетіне, тағы да сол коммерческий банктарды счеттарына аударамыз. Сынды қалай қабылдайсыз? Жақсы қабылдаймын. Ол жақсы нәрсе. Нәтижелі еңбектің кілті неде? Нәтиженің кілті бірінші жұмысты жақсы көру керек, сүю керек, білімді болу керек, шынайы болу керек. Соның бәрін жинағанда бір сапалы жұмыс болады. Қай автордың туындылары жаныңызға жақын? Мен авторларды қазір оқып жатқан 2 кітабым бар, бірақ та оның алдында Мұхтар Әуезовтің Абайын оқып шыққан 4 томын бірінші орысша оқыдым, содан кейін 4 томын қазақша оқып жүрмін. Қазіргі оқып жатқаным Төлеу Сейденбек ағамыздың қазақтың ауызша тарихы деген кітабы бар, соны оқып жатырмын. Екінші кітап Әл-Фарабидің аналитика деген бір кітабы бар, бірақ ол қиын тілмен жазылған, ол терең оқу керек, оған бір уақыт та керек, білім керек, оған соның бәрін салу керек. Сол осы қазір 2 кітаппен айналысып жатырмын. Бір жағы тарих, бір жағы жаңағы ғылыми сондай. Рахат Келдібайұлы, сұхбатыңызға рахмет. Сізге рахмет. Қымбатты оқырмандар, бүгінгі сұхбат осымен аяқталды. Қаржы министрлігінің әлеуметтік желілердегі парақшаларында бізбен бірге болуды ұмытпаңыздар.